бір сөйлем бастаймын. Және бірінші партадан бастап сол сөйлем бойынша осы суретке байланысты мен сіздерге 18 түрлі сурет қойдым. Сол суретке байланысты кезек сол бір тақырып ауқымында әңгімелерді бір сөйлеммен жалғастырып отырамыз. Ма? Иә. Жақсы. Тізбекті әңгіме. Жалпы Қазақстан өте кең байтақ жер. Бастаймыз. Қандай әңгіме? Қалай жалғастыруға болады? Бірінші суретте тұрған... Екі айтпаймыз, әңгімеде бірінші суретте тұрған. Қазақстан елі кең байтақ. Қазақстан елі кең. Біздің елде көптеген гүлдер мен егістіктер бар. Келесі бір сөйлеммен оқушылар. Бізде наурыз айында ұлттық ойындар, асықтар ойналады. Қайда кетіп қалдыңыз? Қазақстан елі өте таза, байдар ел. Қазақстан елі өте байдар, таза ел және де олардың Қазақстанмен достығы ажабайы. Қазақстанның достары, жақсы. Біздің Қазақстанда әртүрлі жануарлар бар, және де олардың ең келесі бізде қыран. Біздің малдарымыз өте көп. Соның бірінде түйе деген жаңа қазаққа ең керемет жануар. Қазақстанда ежелгі әжелер балаларына өздері ойнатады. Қазақтар ол киелі халық болып, кейін олар бүгінде көшіп қалып жүргендіктен көшпелі халық болып кедейде тұрған. Қазақстан валютасы теңге болып ұлттық ойыны ғой. Қазақстанның ең ұлттық ойыны асық болып саналады. Бір-біріне кішкене бесіктеңіз. Наурыз мейрамымызда әрдайым болатын сосын көже. Біздің Қазақстанымызда әр жыл мезгілінің төртеуі бар. Соның ішінде көктем. Көктем мезгілінде табиғат оянып, табиғат жайданатын кез. Және де Қазақстанның әр жері өте әдемі және сұлу. Біздің Қазақстан өте қонақжайлы, сондықтан біздің Қазақстанда барлығы бір-біріне тәуелді, достықпен өмір сүреді. Біздің Қазақстанда балалар ұлттық ойындар ойнайды. Біздің Қазақстанда Қазақтар бауырсақ, олардың тамақтары, олар бауырсақ пісірген, және де бешбармақ, басқа да тәтті тамақтар, тоқаштар үйі болады, шай ішкен өзінің тамақтары өздері. Қазақ елінің мәңгілік татулығы және отбасыда барлық адам толық болғаны, барлығы бір киіздің астында өмір сүріп, бақытты ұзақ өмір сүргені көрсетіледі. Қазақ отбасында дастархан әр кезде жайылып тұрады. Дастархан үйдің көркін келтіріп тұрады. Жалпы біздің отбасымыз Қазақстан деп аяқтауымызға болады, яғни барлығы бір отбасыда орналасқан. Енді қараңыз, келесі тапсырма оқушылар. Өмір өзені тапсырмасы. Қазір әрқайсымызға ақпарат бөлістіретін боламын. Тапсырмада өз өміріміздегі жағымды естеліктермен әсерлерді бейнелейтін
белгілері бар өзенді саласыздар. Иә, өзен саласыздар. Ол жерге бірінші сыныптан бастап өздеріңізге қызықты, бастан кешкен нәрселеріңізді сурет ретінде қағазға түсіресіздер. Бірінші өзен сурет саламыз, иә, өзеннің суретін. Одан кейін сол өзеннің суретіне басынан бастап, бірінші сыныптан бастап, немесе биылғы 7 сыныптың осы қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейінгі, яғни бірінші қыркүйектен қазіргі уақытқа дейінгі қызықты, есте қаларлық нелер болды, соны сурет бетіне түсіреміз. Түсінікті? Өзің фантазияға байланысты. Өзен салып, содан кейін сол өзенге байланысты қалай саламыз, не саламыз, мағынасы болуы керек. Қазір түсіндіреміз. Абай нелер есімді жаңа салады? Нелер есіңізде қалып, соны салыстырып еді, есіңізде қалған саламыз. Не салуға болады, орнына 15 минут уақыттарыңыз бар. Ашықпаңыздар, бояңыздар, әдемілеңіздер. Не болса, күнге дейін өткен өмірімді өзім нәтижеге дейінсіздер ғой, иә, түсінікті ма? өзен арқысы. Не қызық болып, не қиын болып, не күлкілі болып. Ешкім әдемі, ешкім қалай өздеріңіздің ойларыңызды